Педагогикада 30 жылдан артық жұмыс жасап келемін. Жылдағы келетін оқушылар өзгеріп келе жатыр. Кәсіби деңгейімді үздіксіз арттыру керекпін деп ойлаймын. Сондықтан еріктілер тобына өзімді енгіздім. Енді мектептегі ШР тобындағы зерттеу жұмысын өзімнің де тәжірибеме, сыныбыма қолданып жүрмін. Әріптестермен тәжірибе бөлісуге дайынмын. Әрине, жұмыс жасаған сайын қиындықтар мен кедергілер болып тұрады. Сондықтан әріптестеріме айтатыным, қорықпай, ынтымақтастықта бірлесе отырып жұмыс жасауға болады. Мен үшін ол фокусты проблемаға бұру. Бірлесе даму, өзгеріс. Оқытуды жақсарту үшін жүйелі жүргізілетін зерттеу жұмысы. Қауымдастықта жұмыс жасау. Кез келген қиындықты таба білу және сонымен жұмыс жасау. Осы жобаға қатысқан топ мүшелерінің алғашқы отырысында көптеген ойлар, көптеген көзқарастар, көптеген мәселелер қозғалды. Осылардың барлығын қарай отырып, мен өзімде мен осының бәріне үлгере аламын ба, немесе осы топқа бекер қосылдым ба деген ішкі ойлар келді. Бірақ осы топта жүріп, жұмыс жүргізе жүріп, мен бұл күнделікті менің жасап жүрген жұмысымның дамуына ықпал ететін жоба екенін түсіндім. Қазіргі қарқынды дамып жатқан уақытта барлық нәрсе өзгеру керек. Соның ішінде осы ұстаздық жолда жүрген ұстаздардың өз білімін дамыту керек деп ойлаймын. Ол белгілі жағдайда болып табылады. Бұрын жұмысқа келген кезде қандай көңіл күймен келсем, алдыма келген баланы сол көңіл күймен қабылдайтын едім. Бірақ сол кезде менің сөзім, іс-әрекетім оқушыға қалай әсер ететіндігін түсінбейтіндігім менің кемшілігім екенін білдім. Және содан кейін, сол кемшіліктерімді түсінгеннен кейін, әр жеке оқушыны және оның іс-әрекетін зерттеу керектігін түсіндім. Жалпы маған дағды қалыптастыру қиын болды, оның ішінде ең қиыны бақылау дағдысын қалыптастыру. Жобаны дұрыс түсінбеуім, түртіп жазып алу керек деген кезде не жазу керек екен деп көп ойлануым. Фокусты үнемі назарда ұстау. Зерттеу дағдысын қалыптастыру. Әрине, әріптестерімнен іс-әрекетті зерттеу туралы көптеген сұрақтар қойылады. Ол қандай жоба, қалай ол жүзеге асады деген сұрақтар қойылады. Оларға мен ғылыми тілде емес, жай ғана қарапайым тілде оларға айтып өтемін. Мысалы, біз lesson study жүргіземіз. Lesson study'нің өзінде біз зерттеу жұмыстарын атқарамыз. Зерттеудің өзінде біз баланың сабақта отырғанын, қандай қиындықтар туындайтын туралы талдау жүргіземіз. Сол кездің өзінде балалардың мәселелерін тереңірек зерттеуге, олардың көңіл күйлеріне, олардың іс-әрекеттеріне көңіл бөлуге, бақылау дағдымыздың дамытуына назар аударуымыз керек туралы айтамын. Сол кездің өзінде әріптестерім көбінесе ол үшін не істеу керек деген сұрақтар қояды. Біріншіден, оларға ұсыныстарының бірі ол әдебиеттерге шолу жасау. Әдебиеттер арқылы көптеген бақылау дағдымызды қалай арттырамыз, есте сақтау қабілетімізді қалай арттырамыз деген сияқты әдебиеттерді оқимыз, бірге талдаймыз. Соның өзінде Брайсонның бір әдебиетін оқыдық, ол быстрый ум деп аталады. Сол кезде есте сақтау қабілетімізді қалай арттырамыз деген сұрақтарға жауабымызды таптық. Және де ABC деген атты тренингіміз бар. Ол және бақылау дағдысы, біреу сөйлесе, біреуміз назар аударамыз, біреуміз қорытынды ой түйіп отырдық. Сол арқылы көптеген мұғалімдер іс-әрекетті зерттеудің айырдың бір бөлшегі екенін анықтады. Жалпыламадан нақтылыққа көштім. Әрине өзгертті, оқушыларды басқа қырына үңілу. Сыншыл доспен кеңесу, күнделікті жүргізу. Кез келген уақытта артқа қадам жасау маңыздылығын түсіндім. Жалпы өзгерістер бар. Оның бір дәлелі әрбір оқушының жаңағы жағдаяттарына әртүрлі қырынан қарастыру. Оқушылар үніне құлақ асу және әр оқушы жеке тұлға екенін ұмытпай, олардың потенциалдық қабілетін ашу. Өзгертті, себебі оқушылардың потенциалдық қабілетін дамытуды үйрендік.